Баршаңызға сәлем. Бүгін біз үй қызметшісі фильміне шолу жасайтын боламыз. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, алдын ала лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Фильм басында өзіне жұмыс іздеп жүрген жас қыз Милли, шіріген бай отбасы Нина Винчестердің үйіне келеді. Олар өздеріне үй қызметшісін іздеп жатқан еді. Нина қызға үй ішін көрсетіп, өзінің 7 жасар Сиси деген қызының бар екенін, және күйеуі Эндрюдің үйдің дизайнына қатты мән беретінін айтып, тіпті үйдің кішкентай көшірмесін жасағанын көрсетеді. Нина өзінің аяғы ауыр болған себепті өзіне үй көмекшісін іздеп жатқанын жасырмайды. Қызға шатырдағы бөлмесін көрсетіп, өзіне бірнеше адамның келетінін айтып, күйеуі екеуі шешім қабылдағасын хабарласамын деп қызды шығарып салады. Миллидің баратын жері жоқ еді. Ол өзінің көлігінің ішінде ұйықтап, жанармай құю бекеттерінде жуынатын. Қызға бұл жұмыс ауадай қажет еді. Бірнеше күн өткеннен кейін Нина оған хабарласып, оны жұмысқа алатындарын айтып, қолы босаған уақытта жұмысқа келуіне болатынын айтады. Милли бірден Нинаның үйіне жетіп барады. Үйдің іші ығып жатқан болатын. Қыз бірден жұмысқа кірісіп кетеді. Кешке Эндрю мен Сиси келеді. Нина қызды күйеуіне таныстырып, оның бүгіннен бастап өздерімен бірге тұратындарын айтады. Милли бөлмесіне келіп, құлыптың бұзылғанын байқайды. Милли Нинадан есіктің кілті мен терезені ашып беруін өтінеді. Нина міндетті түрде күйеуіне айтатынын айтып, қызға жаңа телефон әкеліп береді. Ішінде төлем картасы тіркелгені себепті дүкенге барғанда пайдалануға болатын еді. Нина Миллидің келгеніне өте қуанышты екенін жасырмайды. Милли ұйқыдан тұрып, бірінші қабатқа түседі. Нина жын қағып кеткен адам секілді, өзінің жиналысқа дайындаған конспектісін таба алмай жатыр еді. Ол бәріне Миллиді кінәлайды. Дер кезінде келген Эндрю келіншекті құшақтап, Сисиді мектепке апаратынын. Ол жоқ кезде оның өзіне қарап, қайта конспекті жазуға мүмкіндігі бар екенін айтады. Эндрю Нинаның соңғы кезде біртүрлі болып жүргенін айтып, қыздан кешірім сұрайды. Терезеден далада жүрген жұмысшы біртүрлі қарап, сыртқа шыққан қызға бірдеңе айтқысы келеді. Милли жұмысын жалғастыра береді. Ол туалеттен дәрі тауып алады. Кешке тамақ дайындап, Сисимен барынша тіл табысуға тырысады. Эндрю Миллидің өздерімен бірге тамақтануын сұрайды. Милли бөлмесінде Эндрюдің суреттерін қарап жатқанда, ол келеді. Қызға маффин әкелген болатын. Ол қызды сипап, екеуі енді аймаласып жатқанда, Милли ұйқысынан оянып кетеді. Бұл жай ғана оның түсі еді. Милли таңғы ас дайындап жатқанда, Нина оның артынан келіп қызға бөлмесінің кілтін табыстап, Эндрю мен кешкі астың қалай өткенін сұрап, күйеуінің өте керемет адам екенін айтады. Сенбі күні Милли үйден шығып бара жатқанда, Нина оның ешқайда бармайтынын айтады. Осы кезде Эндрю келіп, Миллидің кете беруін сұрайды. Милли түрмеден ерте босатылғаны себепті түрмеге келіп, әрбір сенбі өзінің өмірі жайлы есеп беруі керек еді. Оған Нина хабарласып, Сисиді балеттен алып кет дейді. Тіпті мекен жайында айтпай телефонды қоя салады. Милли әрең дегенде балет студиясын тауып келеді. Сиси өзінің дос қызының үйінде қонатынын айтады. Не керек, Нина қызға өтірік хабарласқан болып шығады. Үйге келген Миллиге Нина ұрсып, қызының құрбысының үйінде ұйықтайтынын ескерткенін айтады. Нина Эндрюдің анасымен шай ішіп отырған болатын. Ол келіншекке ескі анасынан қалған фарфор сервизді әкеліп берген болатын. Миллиден жақсы жерге сақтап қоюын сұрайды. Милли түн ішінде оянып су ішуге тұрады. Ол жертөледегі кинотеатрға келіп, өзінің сүйікті фильмін қосады. Осы кезде Эндрю келіп, осы фильм оның сүйікті фильмі екенін айтады. Ол Нинаның ата-анасының өрттің салдарынан қайтыс болғанын, тек қана Нинаның аман қалғанын айтады. Милли өзінің ата-анасымен араласпайтынын жасырмайды. Нина кенеттен кіріп келіп, екеуінің не айтып жатқанын білгісі келеді. Эндрю өз бөлмесіне ұйықтауға кетіп қалады. Ал Нина болса Миллидің таңертең киімін жинап үйден кетуін өтінеді. Дегенмен Милли жалынып, тағы да бір мүмкіндік беруін сұрайды. Солай Нина, егер тәртіпті болып, дұрыс киім киіп жүрсең, тағы да бір апта уақыт беремін дейді. Милли күнделікті жұмысына кіріседі. Нинаға қонаққа басқа ата-аналар келеді. Олар Нина бөлмеден шыға сала, артынан өсек айтып, оның жындыханаға жатып шыққанын айтады. Эндрюдің қалай осының бәріне шыдап жүргеніне таң қалады. Бұл әңгімені Милли естиді. Кешке Милли өзінің күнделігіне Нинаның өтірікші екенін,
және жынды екенін жазып, оның күйеуінің осының бәріне қалай шыдап жүргенін айтып, ақша жинап, осы үйден кеткісі келетінін жазады. Нина Эндрюмен кетіп қалады. Милли жуынатын бөлмеге келіп, оның дәрілерін тексеріп, не үшін екенін көреді. Ол бірден телефонмен таныстарына хабарласып, жұмыс іздеп, осы жерден кеткісі келетінін айтады. Сиси Миллиден қайда кетесің деп сұрайды. Милли оны барынша әңгімеге тартқанымен, қыз сөйлескісі келмейді. Ойнап жатқан Сисидің бөлмесінен өзінің ойыншығын көріп, енді өзінің заттарына тиіспеуін сұрайды. Осы кезде ұрысқан Нина мен Эндрю келеді. Эндрю Нинаның бала көтере алмай жүргенін, Сиси өзінің биологиялық қызы емес екенін айтып, өзінің туған балаларының болғанын қалайтынын жасырмайды. Түнде айқай-шудан Милли оянып кетеді. Ол Нина мен Эндрюдің бөлмесіне барып, Нинаның қолынан айнаның сынығын көріп, Эндрюден жағдайын қалай деп айғайлайды. Эндрю есікті жауып алады. Ертеңіне Нина қымбат көптеген киімдерді әкеліп, Миллиге керегіңді ал, қалғанын қоқысқа таста дейді. Қыз ыңғайсызданғанымен қымбат киімдерден бас тарта алмайды. Нина қыздан қымбат мюзиклге Эндрю екеуіне билет алуын, сондай-ақ қонақ үйден бөлме брондауын өтінеді. Милли келіншектің айтқанын орындап, тіпті өз қалтасынан ақшаны да төлеп жібереді. Сисиді балеттен алуға келген Милли басқа үй қызметшісінен Нинаның оны суға батырып өлтіргісі келіп, артынан өзі көп дәрі ішіп өлгісі келгенін айтады. Милли Сисиді алып үйге келеді. Ол бақшадағы еркектен бұл отбасы жайлы не білесің деп сұрайды. Осы кезде Нина шығып, не үшін оның сенбі күнге қонақ үй мен мюзиклді жалдағанын сұрайды. Себебі ол сенбі күні Сисиді алып басқа қалаға кететін еді. Кеше ғана өзінің өтінгенін айтқанымен, Нина тіпті оған ақшаны қайтарудан бас тартады. Сырттан келген Эндрю не болғанын түсінуге тырысып, Миллиге ештеңе төлеудің қажеті жоқ екенін айтып, банктен ақшаны қайтаруға тырысатынын айтады. Сенбі күні таңертең Нина заттарын жинап, қызын алып жолға шығып кетеді. Милли мен Эндрю үйде қалады. Эндрю ақшаны қайтара алмағанын және билетті өткізу мүмкін емес екенін Миллиге айтады. Солай Миллиден өзің жігітіңді алып барып, жақсы уақыт өткіз дейді. Түсінгеніміздей Миллидің жігіті жоқ еді. Солай Эндрю екеуі бірге баратын болып келіседі. Милли Нинаның берген көйлегін киіп мюзиклге шығады. Екеуі мюзиклден шығып, тамақтануға ресторанға келеді. Әңгіме барысында Милли Эндрюдің әкесінен қалған компанияны басқаратынын біледі. Сондай-ақ оның отбасылы еркек болуды армандағанын түсінуге болады. Нинаның қатты өзгергенін, өте ашушаң болып кеткенін айтып, жан сырын ақтарады. Солай екеуі би билеп артынан қонақ үйге орналасады. Екеуі екі бөлек бөлмеге орналасады. Бірақ Нинадан көптеген SMS алған қыз шошып, Эндрюге келеді. Нина қызының бөлмесін тазалап, қоқысты шығаруын өтініп, болмаса жұмыстан шығаратынын айтады. Эндрю бәрінің жақсы болатынын айтып, не керек екеуі бірге түн өткізеді. Екеуі таң атпай ерте тұрып үйге қайтады. Жолда болған жағдай жайлы Нинаға айтпайтын болып шешеді. Нина да үйге оралады. Таңғы ас ішуге отырған Нина қыздан түрмеде тамақ жасап үйрендің ба деп сұрайды. Өзінің көлігінің кілтін беріп, дүкенге баруын сұрайды. Дүкеннен шыққан Миллиді полиция қызметкерлері ұстап, Нинаның көліктің ұрланған жайлы хабар бергенін айтады. Не керек Эндрю келіп қызды құтқарып алып кетеді. Үйге келген Нинадан неғып қызға күн бермейсің деп сұрайды. Нина екеуінің бірге түн өткізгенін, барлық шындықты білетінін айтады. Солай Эндрю келіншегін үйден қуып шығады. Көлікпен кетіп бара жатқан Нина қатты жылайды. Осылай Эндрю мен Миллидің бірге өте бақытты күндері басталады. Бір күні Милли таңғы ас кезінде Эндрюдің анасының берген ыдыстарын сындырып алады. Эндрю ештеңе етпейді. Ыдыстарды жинап салып қой, зергерге апарамын дейді. Милли Сисидің ойыншықтарына көңіл аударады. Кешке Эндрю жұмыстан келіп, екеуі шатырдағы бөлмеге барып шампань ішеді. Таңертең Милли бос бөлмеде оянады. Есік құлыптаулы еді. Міне, осы кезде Эндрюдің нағыз бейнесін көреміз. Ал Нина болса қуаныштан өз-өзіне сене алар емес. Өзінің тиран байынан құтылғанына мәз. Ол өзінің Сисиге жазған хатын өртейді. Хатта өзінің оқиғасы баяндалған еді. Нина 8 жасында өрт салдарынан ата-анасынан айырылған еді. Жастайынан жетім қалған қыз әрең дегенде 18-ге толып, көптеген психологиялық проблемаларына қарамастан юрист мамандығына оқуға түседі. Сол жерде өзіне сабақ беретін мұғалімге ғашық болып қалып, ақыр соңы одан аяғы ауыр болып қалады. Солай оқу өз жөніне қалады.
Ештеңеге қарамастан Нина Сисиді босанады. Ол баламен қатарласып жүріп жұмыс істейді. Бір күні жиналысқа кірген ол өзінің сүтінің ағып кеткенін байқамай қалған болатын. Міне, дәл осы сәтте оны Эндрю байқайды. Өте сымбатты, бай әрі керемет жігіттің кездесуге шақырғанынан бас тарта алмайды. Солай 6 күнде төсектік қатынасқа түсіп, 6 аптада тұрмыс құру жөнінде ұсыныс алады. Әрине, Нинаның қуанышында шек жоқ еді. Керемет хан сарайындай үйдің Кети деген қызға тұрғызғанын, дегенмен оның Эндрюді тастап кеткенін біледі. Бірақ бұл Нина үшін маңызды болмайды. Эндрю Нинаның шашының түбінің өсіп кеткенін айтып, шашын бояуды ұмытып кеткенін ескертеді. Солай ол Нинаны шатырға алып келіп, өзіне бір қағазды іздеуге көмек керек екенін айтады. Міне, осы күні ол Нинаны құлыптап тастайды. Ол келіншектің шашын боямағанын айтып, тәртібін жөндеуі керек екенін. 100 шашты санап, түбімен жұлып, конверттің ішіне сал дейді. Нина бірнеше күн ештеңе істемей қарсыласады. Солай амалы қалмаған Нина 100 шашты түбімен жұлып салады. Бірақ Эндрю бір шаштың түбінде фолликуланың жоқ екенін айтып, қайтадан 100 шаш салуын сұрайды. Міне, осының бәрін жасағаннан кейін ол қызға су әкеліп беріп, Нина бірден төменге, Сисиге қарай жүгіреді. Дегенмен басы айналып құлайды. Есін жиып тұрған Нина қызының су толтырылған ваннада жатқанын көріп шошып кетеді. Осы кезде полиция да келеді. Келіншекті қызын өлтірмекші болып, ваннаға салып, артынан өзін өлтірмекші болды деп алып кетеді. Осының бәрі Эндрюдің ісі еді. Бірақ Нинаға ешкім де сенбейді. Нина жындыханада өзінің расымен де қызын өлтірмекші болғанын мойындаудан басқа амалы қалмайды. Қызын сағынған келіншек бәріне келіседі. Ол 9 ай жындыханаға жатып шығады. Нина қанша тырысқанымен ешкім де оған түзу көзімен қарамайды. Себебі Эндрю барлығының жүрегін жаулап, өзін жынды қатынды адам қылып отырған өте керемет еркек ретінде көрсетіп қойған болатын. Нинаға тек жұмысшы жігіт Энсо ғана сенеді. Ол Нинаның қызы екеуіне өтірік құжат дайындап береді. Дегенмен Эндрю оны тауып алып, Нина қайтадан жындыханаға жатуға мәжбүр болады. Нина өліп қана Эндрюден құтылатынын түсінеді. Бірақ қызын ойлап өз-өзін қолға алады. Эндрю басқа қыз келіншектердің өзіне тамсана қарап таң қалғанын қатты жақсы көретін. Міне, осы қылығын Нина оның өзіне қарсы пайдаланады. Солай ол Милиді жұмысқа алады. Себебі қыз Эндрюдің жақсы көретін қыздар типіне кіретін. Жалғыз, ақылды әрі әдемі, қалтасында көк тиыны жоқ. Және 10 жыл түрмеде отырып шыққан. Адам өлтіргені үшін. Солай Нинаның Эндрюден құтыла алатын жалғыз ғана мүмкіндігі Мили еді. Міне, көріп тұрғанымыздай қамаудағы Милиді көреміз. Эндрю оған сындырған тарелкесін әкеліп беріп, 21 жерден сынғаны үшін, осы тарелкенің сынығымен өзінің ішін 21 жерден кесуді өтінеді. Мили Нинаның әдейі оны жұмысқа алғанын түсінеді. Кезінде Мили Эндрю секілді бір байдың баласының өзінің бөлмелес қызын зорлап жатқаны үстінен түсіп, оны ұрып өлтірген еді. Ана қыз ештеңені мойындамай, тіпті Милидің ата-анасы да қызынан бас тартады. Ақыр соңы өзінің кінәсін мойындап, 15 жылға бас бостандығынан айырылады. Жақсы тәртібі үшін 10 жылда босап шығып, өмір сүруді қайта үйренуге тура келеді. Не керек, міне соңында осы Эндрюге тап болады. Басында қарсы болғанымен, Эндрюдің ешқайда жібермейтінін түсініп, амалы жоқтан өзінің ішін кесіп, оны шақырады. Мили туалеттен Нинаның тастап кеткен пышағын тауып алған еді. Сиси анасынан үйге қайта оралып, Милиді өзімізбен бірге алып кетейік деп өтінеді. Осы уақытта Эндрю ішке кіріп, қызды құшақтап сүйе бастайды. Міне, дәл осы сәтте Мили оны пышақпен бір ұрып, оның телефонын алып бөлмеден қашып шығады. Солай Эндрю Милидің орнында болады. Қыз су ішіп, тамақтанып, әлденіп алады. Ол Эндрюдің анасының барлық сервистерін есік алдына әкеліп, Эндрюдің өзінің алдыңғы тісін жұлуын сұрайды. Солай ол барлық ыдыстарды сындырып, бензин құяды. Не керек, өртенуден қорыққан Эндрю тісін жұлады. Мили төменге түсіп кино көріп ұйықтап кетеді. Осы сәтте Нина үйге келіп шатырдағы бөлмеге көтеріліп, Милиді құтқарғысы келеді. Солай жауыз Эндрю сыртқа шығып, Нинаны ұрып құлатып, Милидің ізіне түседі. Дегенмен оны таба алмай, қайтадан Нинадан кешірім сұрап, бірге қосылуды сұрайды. Осы кезде Мили оның артынан келіп, төменге итеріп жібереді. Нина, Эндрю лампаны ауыстырып жатып құлап кетті деп айтамын. Сен кете бер деп Милиді шығарып жібереді. Солай ішті тазалап, Нина полицияны шақырады. Ішке келген детектив бәрінің қалай болғанын сұрайды. Солай Нина оның құлап қалғанын айтады.
детектив шындықты білгенімен өзінің сіңілісінің Эндрюдің қалыңдығы болғанын, сіңілісінің әлі күнге дейін өз-өзіне келе алмай жүргенін айтады. Солай лампа ауыстырып жатып қайтыс болды деп өтірік жаза салады. Эндрюді жерлеп болған Нинаға Милли келеді. Нина қызға 10 миллион долларға чек жазып береді. Себебі Эндрюдің барлық ақшасы өзіне қалған болатын. Фильм соңында Милли тағы да бір бай келіншектің үйіне келеді. Нина осы келіншекке Милли жайлы айтқан болатын. Бұл келіншекте Миллиден абьюзер күйеуінен құтылу үшін көмек сұрайды. Солай фильм өз соңына жетеді. Назарыңызға рахмет. Арнамызды қолдап, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бұл біз үшін өте маңызды.